Құрметсіздер ме? Құрметті ветеринарлық медицина білім беру бағдарламасының білім алушылары. Бүгін біз паразитология және инвазиялық аурулар пәнінен ветеринарлық гельминтология туралы дәріс өтетін боламыз. Яғни бұл жерде жоспарда ветеринарлық гельминтология және оның анықтамасы мен мазмұны, гельминтологияның даму тарихы және гельминтоздарды балау әдістерін қарастыратын боламыз. Гельминтология бұл грекше гельминтс, яғни құрт, және логос ілім дегенді білдіреді, яғни құрттарды зерттейтін ілім дегенді білдіреді. Және бұл паразит құрттар және олардың тудыратын адам, жануар, өсімдік аурулары туралы ғылым және паразитологияның бір саласы болып табылады. Гельминтология 13 ғасырдың екінші жартысында қалыптаса бастады. Оның негізін салушы неміс ғалымы Рудольфи болды және гельминттер фаунасы, жүйеленуі, даму сатылары туралы алғашқы деректер Данияның зоологы Стенструп, неміс ғалымдары Лейкарт және Кюхенмейстер, француз ғалымы Райе тағы басқа еңбектерінде баяндалған. Қазақстанда гельминтологияның дамуына және оның даму сатыларында Скрябиннің, яғни кеңес одағы кезіндегі гельминтологияның негізін салушы ғалым және Павловский, Дюгель, Быховский, Шульц сияқты ғалымдар үлес қосқан және республикада гельминтология саласындағы жүйелі зерттеулер Қазақ өлкелік малдәрігерлік бактериология институтында Панова мен Баданиннің ғылыми жұмыстарынан басталды. Зоология институтында Тараз қаласындағы, яғни Скрябин атындағы зертханаларда ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізілген. Ал гельминтоздарды балау әдістеріне келетін болсақ, яғни бұл гельминтоздарды диагностикалау, яғни бұл гельминтоздарды басқа да аурулардағыдай диагноз қою кешенді, яғни індеттанулық деректер арқылы, клиникалық белгілер арқылы, патологиялық өзгерістер ескеріле отырып және зертханалық зерттеулер нәтижелеріне сүйене отырып қойылады. Және ауру малға диагноз қою және оның тірі кезінде және өлгеннен кейін жүргізіледі. Малдың тірі кезіндегі диагностикалауға індеттанулық деректер, клиникалық белгілер, патологиялық өзгерістері ескеріледі және зертханалық зерттеу нәтижелеріне сүйене жүргізіледі. Ал өлген малдың өлексесін толық гельминтологиялық зерттеу немесе толық емес, яғни бөлек мүшені зерттеу арқылы жүзеге асырылады. Гельминтовоскопиялық әдіс дегеніміз, яғни бұл құрттардың жұмыртқаларын іздестіруге арналған әдіс, яғни бұл әдіс арқылы көптеген ауруларға диагноз қоюға болады. Яғни бұл жерде гельминтовоскопия деп өзі айтылып тұр, авоскоп деген сөзден шығып тұр, яғни бұл жерде құрттардың жұмыртқаларын іздестіреді. Ал гельминтоскопиялық әдіске келетін болсақ, яғни нәжіс арасынан ірі құрттарды, олардың бөлшектерін жай көзбен байқаймыз, ал көлемі жағынан гельминттерді және олардың үздіктерін қараңғы кюветкаларға салып, оған су құяды, араластырылады, содан кейін үлкен емес порцияларды лупаның астынан немесе жай көзбен қарауға болады. Вайда және Вибе әдістері де осы зерттеулерде қолданылады. Гельминтовоскопиялық әдіс, яғни бұл гельминттердің балаңқұрт сатысын іздестіруге арналған диагностикалық әдіс болып табылады. Көбіне тыныс алу жүйесі ауруларын анықтауда қолданылады. Ең жиі қолданылатын Вайда және Берман әдістері болып табылады. Гельминтовоскопиялық әдіс бұлның өзі жіктеледі, яғни қарапайым нативтік әдіс және флотациялық әдіс және күрделі әдістер болып жіктеледі. Бұл жерде нативті жұғындының әдісі, яғни зерттеу әдісі, бұл нәжістің сынамасын қарапайы заттық шыныға, оған сумен жартылай араласқан глицериннің бір тамшысын қосу арқылы зерттелетін массаны араластырғаннан кейін оны жапқыш шынымен жауып микроскоппен қаралады. Бұл әдісті зақымдалу қарқыны жоғары болғанда қолдануға болады. Яғни паразиттік аурулардың асқыну шегі кезінде бұл әдісті қолдансақ, құрттардың қоздырғыштарды кәдімгі көзбен микроскоппен қарап көруге де болады. Берман және Орлов әдісі, яғни бұл нәжіс сынамасын Берман аппаратты воронкасында, яғни металл торда немесе марледе оралған күйінде зерттеледі. Яғни бұл нәжістен құрттардың личинкаларын, яғни жұмыртқаларын зерттеу әдісі болып табылады.
Флотация әдісі, яғни бұл жерде флотация әдісінің өзі Филиборн және Калантарян әдісі, яғни бұл сынамаларды стақанға салып, оны аз мөлшерде ерітінділер қосу арқылы және бірнеше рет сүзгіден сүзу арқылы, шөктіру арқылы жасалатын диагностикалық әдістер болып табылады. Ал Калантарян әдісіне келетін болсақ, бұл Филиборн әдісінен ерекшелеу, өйткені флотацияда сұйықтық ретінде қаныққан натрий азотының қышқылы қолданылады, натрий азот қышқылы және ыстық су қолданылады. Бұл жерде яғни зерттеуді қалай жүргізетіндігі туралы техникасы көрсетілген, яғни малдан алынған нәжісті зерттеу техникалары келтірілген. Күрделі әдістер, яғни бұл флотациялық, седиментациялық әдіс, седиментациялық, флотациялық әдістер, яғни бұл әдістерде кезекпен қалқыту және тұндыру әдістері пайдаланылады, яғни малдан алынған нәжісті бірнеше рет сүзгіден сүзу, қалқыту, тұндыру арқылы жүргізіледі. Бұл қалқыту әдісі Дарлинг, Щербович, Демидов, Вишняускас әдістері кезінде қолданылады. Толық жарып сойып зерттеу, яғни бұл жерде өзі аты айтылып тұр, яғни осы гельминттік аурудан өлген малды толық жарып сойып көру, яғни сойып көрген кезде малдың ішкі ағзаларындағы өзгерістер және құрттардың жұмыртқаларын іздестіру әдісі, яғни бұл әдіспен өлексені терісінен алып тастағаннан кейін тері асты клетчатканы ұқыпты қарап, содан кейін кеуде, құрсақ қуысын ашып, ас қорыту, тыныс алу, қан тамыр, несеп, жыныс, тағы басқа жүйелердің бүкіл мүшелері алынады. Және паренхематозды мүшелерді, яғни бауыр, өкпе, ұйқы безі, бүйректер және тағы басқалар бөлек ыдысқа салып, детритке айналдырып, яғни оларды ұнтақтап, кәдімгідей майдалап, пышақпен немесе басқа да қайшымен ұсақ кесектерге бөліп зерттеледі. Толық емес гельминтологиялық сойып зерттеу бұл яғни жеңілдеу әдісі, яғни гельминтологиялық сойып зерттеу бұл процесс кезінде мүшелер мен ұлпалардан тек қана бөлек бір мөлшерде көрінетін гельминттер зерттеледі. Мұндай сойып зерттеу гельминтоздардың диагностикасында және паразитологиялық мұражайларға экспонаттар қою кезінде бұл әдістер қолданылады. Гельминтоз ауруларына қарсы күресудің жалпы принциптері, яғни гельминтоз ауруларына қарсы малдың азығына қарай химиопрепараттарды беру ұсынылады және олардың организмінде личинкаларды, құрттарды немесе гельминттердің дамуын тоқтатады. Яғни малдың ары қарай зиян беруін шектеу керек, ол құрттардың тіршілігін жою мақсатында химиялық препараттар қолданылады. Және кейбір протозойлық аурулардың алдын алу үшін малдың қанына немесе тері астына белгілі бір препараттар енгізіледі. Яғни ивермектин, ивен, ивамек сияқты соңғы кездерде бізге келіп жүрген ветеринарлық препараттар енгізіледі. Гельминтоздарға қарсы шаралардың ең негізгісі дегельминтизация, яғни химиопрепараттарды қолдану арқылы организмді гельминттерден тазарту. Яғни дегельминтизация деген, де дегеніміз қарсы деген сөз, гельминтизация деген, яғни гельминттерге қарсы шаралар. Бүкіл жануарларға дегельминтизация жасалады. Бұл шараның мақсаты жануарларды гельминттерден тазарту және инвазияны таратуды сақтау, және бұл дегельминтизацияны малды қорада бағу кезеңінде өткізеді. Себебі олар жайылымға шыққан кезде жайылымдағы зарарланған гельминттерді шөп, азық, су арқылы қайтадан малдың ағзасына түспеу үшін жайылымға шығардың алдында міндетті түрде дегельминтизациялау жұмыстары жүргізіледі. Дегельминтизация өткізу үшін диетаның белгілі шарттарын және азықтандыру, суару режимін сақтау керек. Осылай көп ішек гельминтоздарына антигельминттік препараттарды беру алдында 12-18 сағат бойы аш ұстау керек. Дегельминтизацияны арнайы бөлінген қорада немесе жайлауда өткізу керек. Яғни бұл жерде аш ұстаудың негізгі мақсаты, яғни малдың ағзасындағы егер азық қоректік заттар түспейтін болса, онда малдың ағзасы әлсірей бастайды, яғни ол кезде құрттар да әлсірей бастайды. Яғни малдың ағзасына қоректік заттар түспеген кезде малдың ағзасындағы паразиттер де ашығады. Яғни сонда антигельминттік препараттардың әсер етуі тиімдірек болады, яғни әсер ету тиімділігі де жоғары болады. Және де
дегельминтизация жасап болғаннан кейін малдарды бөлек ұстап, олардың тастаған қиларын биотермиялық өңдеуден өткізу керек. Егер де біз олай жасамайтын болсақ, онда антигельминттік препараттар құрттарды толық өлтірмеген жағдайда ол нәжіс арқылы шалажансар болып, қайтадан шөпке, суға жабысып, малға түсу қаупі бар. Назарларыңызға рахмет.